Сәлеметсіздер ме? Менің атым Ләззат, жасым 47-де. Мен Қазақстаннанмын. Маған қойылған диагноз сүт безінің қатерлі ісігі, бауырға метастаз берілген 4-ші сатысы. Осы 2025 жылдың қаңтар айында мен бүйрегімді тексертуге барғанмын. Комплексный УЗИден түстім. Сол кезде анықталды. Бауырымда метастаз бары анықталды. В тот период мне было трудно. Если честно сказать, я молилась, чтобы не было никаких онкологических болезней. Но когда уже поставили диагноз, я уже смирилась и решила: все, Ләззат, хватит, будем лечиться, будем жить. Емделмеген себебім, маған диагноз қойылғаннан кейін длительное время маған химия тағайындады. 8-9 айға химия тағайындады. Одан кейін органды түгелімен полностью алып тастаймыз деді, удаление деді. Содан кейін мен Қазақстанда емделгім келген жоқ. Органды сақтап қалатын, омырауды сақтап қалатын жерді іздедім. Негізі жаңағы Турция, Корея, Индия бірнеше жерлерде емдейді екен, бірақ нақты осы органды сақтап қалуға жұмыс жасайтын Қытайды естідім. Осы Гуанчжоудағы Modern Hospital емханасын естідім. Содан кейін ешқандай бірден ойланбастан осы жаққа келіп емделемін, жазыламын деген шешім қабылдадым. Маған бұл жерде омырауыма микроволновая абляция опухолей жасады. Ең бірінші очагты обезвредетті. Бұл деген мен үшін өте керемет жаңалық болды. Өйткені Қазақстанда маған ол омырау алынады деген тұғын полностью. Ал бұл жерде ешқандай да омырау алынбайды, 100% сақталып қалады деп жаңағы операцияны жасады. Операция өте сәтті шықты, жақсы, анализдерім өте жақсы шықты. Жаңағы метастаздар, опухольдар кішірейген, мынау жаңағы очаг толығымен өлген. Шынымды айтайын, алғысым шексіз барлық осы емхананың барлық дәрігерлеріне, медсестраларға, барлық ұжымына алғысым шексіз. Мен өте жаңағы қуаныштымын осы жаққа келгеніме, осы жаққа ем қабылдап жатқаныма, барлығының нәтижелі болып жатқанына өте қуаныштымын.